Nintendo'ның кіріспесі мысалы Sega сияқты бәсекелестермен салыстырғанда өте нашар жасалған. Ал Сеганың бүкіл тарихы мен бүкіл мәні анықтамалық дыбыспен сезіледі. Мен лава төсенішін ақшадан қымбатырақ етіп көрсетудің себебін түсінемін. Бірақ мен түсінбейтінім, неге лава кемеден төгіліп жатқанын, лава тағы да қайдан алынады. Бір қызығы, Баузер отының толық цистернасын өзіне қалай сыйдырды. Ағайындылар жасыл фонда түсірілген, бірақ қандай да бір себептермен Луиджидің жасыл киімі кесіп алынбаған. Әрине, сіз оны көлеңкедегі қою жасыл түс өшірілмейтіндей етіп реттей аласыз. Бірақ бұл жарқыраған жасыл шам Луиджидің киіммен сәйкес келеді. Сондықтан оның киімі мөлдір болу керек. Марио құлаған кезде оның тізесі жарықтың астында болды. Келесі кадрларда тізесі көлеңкеде. Мы ей очень гордимся. Вот так-то. Луиджи телефонды үстелдің үстіне лақтырып жіберді. Нақты болсақ, ол өзі де үстелдің үстіне қарады, ал басқа кадрда телефон мүлдем басқа жерде жатыр. Супер Марио, говорите. Ага. У вас потек кран? Отлично! В смысле, вы по адресу обратились. Мы сейчас приедем и все починим. Ну что? Түсінбедім. Клиент диалогтың қай бөлігінде өз мекен жайын айтты. Алғашқы секундтарда клиент максимум айтқан сөзі ол: сәлеметсіз бе, біздің кранымыз ағып жатыр. Содан кейін Луиджи оған бір сөз айтуға мүмкіндік бермеді. Мен Марионы қайда жүгіріп бара жатқанын түсінбеймін, егер Луиджи тіпті қайда бару керектігін айтпаса. Бұл жігіт жәшікті көтеріп түсіреді. Не үшін? Марио есікті еш қиындықсыз ашты, яғни есіктің ашық екенін білді, бірақ бәрібір олардың үстінен 2 рет секіріп өтті. Отпад! Протекло в ванной на 2-м этаже. Олар дұрыс үйге келді ме? Өйткені дәл қазір рояль осы кішкентай терезенің алдында тұрды, бірақ қазір терезе бірнеше есе үлкен, ал пәтердің өзі бірнеше есе үлкен. Луиджи ақ және қара тақташалардың қиылысында тұрды, бірақ сүйек Луиджи тұру керек жерге құлап кетті. Сливы жоқ душ бөлмесі және су тым тез толады. Қарапайым құбырлардан сонша су ағып кетпейді. Дәретхана суы мен душ сливы арасындағы байланыс қайда? Душтағы су дәретхананың жағына ағады. Мұның мағынасы бар, бірақ бұл судың бәрі унитаздамас, соны ұқпадым мен. Жоқ, олар үлгере алмас еді. Луиджи дәл Марионың қасында отырды, бірақ анасы келгенге дейін кенеттен олардың арасында жарты метр алшақтық пайда болды. Ал анасы болса араларынан жайбарақат өтті. Больше не течет? Это же братья Супер Марио! Ты только старую работу не бросай. А он уже! На кой вы этот ролик вообще сняли? А я скажу, что ты спятил. Ну, кто бросает стабильную работу ради нелепой мечты? Ты своего брата на дно тащишь. Спасибо за поддержку. Мынау не, қайдағы арман, қандай ақмақ қоңырауды сантехник болуды армандайды. Бұған сүйінімнің қандай себебі бар? Және жалпы Марионың отбасын көріп, мен кейіпкер дизайнның қаншалықты нашар екенін түсіндім. Олар жай ғана 3 өлшемді Марио үлгісін бір-біріне келістірді және осы мультфильмдегі барлық адамдарды оның пропорцияларына келтірді. Бұл таңқаларлық, жаман көрінеді, бәрі ергежейлі сияқты, және балалардың бойы да. Ересек адам кім, бала кім, бастары тым үлкен. Иә, бұл мультфильм үшін әдеттегі нәрсе, бірақ Мариода олар мұны өте нашар жасаған. В результате прорыва трубы затоплен Бруклин. Движение поездов парализовано. Помогите нам! Спасите Бруклин! Мені Нью-Йорктың бүкіл аймағына сынған құбырдың кесірінен өлім қаупі төніп тұрғаны тағы да сендіруге тырысады. Мүмкін болатын ең көп нөсер кезіндегі нәрсе ол тек қана жолдың бәрі суда болады. Менің аймағымда бұл қауіпті жағдай. Бруклинде бұл ақыр заман. Ыстық буға қарағанда, бұл ыстық суы бар құбырының бір түрі, бірақ ағайындыларға бәрібір оның бойымен уайымсыз және күймей өрмелеп бара жатыр. Обязательно спасемся! Не трогай этот гриб, а то умрешь! Сонда Тод соншама уақыт сол жерде отырды, біреу оған келіп тигізгенше, сосын жай ғана айқайлау үшін. Бұл өте бір түрлі.
Тоттың таяқшасы саңырауқұлаққа қадалып тұрды, бірақ келесі кадрларда ол жоғалып кетті. Сіз бұтаққа соғылып қалсаңыз, сіз жай ғана құлап кетесіз, ұшып кетпейсіз. Оларда сақтандыру жоқ және мүлде бүйірлері жоқ лифттер бар. Бұл панельдер де мағынасыз, сендер жай ғана көпір жасай аласыңдар ғой. О, нормально. Кирпичи в воздухе висят. Мультфильмде олар әлемнің кез келген ережелерін ойланбай салған. Мысалы, бұл кірпіштер осы әлемнің сиқырына байланысты осылай ұшады ма? Неге әлем дәл осындай? Осы әлемнің алдыңғы тарихы қайда? Предыстория деген сияқты болу керек қой. Құбырлардан жасалған лифттің бір түрі әдейі істегендей әрбір сапар адамды құсумен жеткізеді. Панорамалық көріністе сарай басқаша көрінді және өткір конустарда тұрды. Қақпалар жоқ болды, ағаштар аз болған. Ал енді Ханшайымның құлағында көк сырғалар бар. Енді олар жоқ. Ал енді сырғалар қайттан орында. Смотри и учись. Барлық қыздар Ханшайымға қарап, көйлекпен өкшесі бар туфлимен секіріп жүргенін көріп, бұл қаншалықты мүмкін емес екенін түсінеді. Все-таки как-то... Пошел грибочек, ням-ням, и готово. Саңырауқұлақ асқазанға түседі, бірақ соған қарамастан киімге де әсер етті. Ханшайым Саңырауқұлақтар патшасындағы ең маңызды адам және соғыс көкжиекте тұрғанда Ханшайым болса күні бойы танымайтын адамды жаттықтыруда. Ұшатын панельдік технологиялары бар халық екі аяғымен қозғалады. Оларда гравитацияға қарсы барлық ұшақтар немесе кем дегенде мотоциклдер болу керек. Ты что? Он человек! Ну, в смысле, ты же человек, да? Как-то ты не очень похожа на местных. Я только помню, как здесь появилась. А вдруг ты из моего мира? Ол Марионы адам деп атады. Бірақ саңырауқұлақтар әлемінде басқа адамдар болмағандықтан, саңырауқұлақтар адам деген сөзді білмейді. Мүмкін ол басында сөйлей алмайтын. Өйткені ол кішкентай кезіндегі естеліктерді есіне түсіре алмайды. Сонда сұрақ, ол адам деген сөзді қайдан біледі? Запрыгивай. Бұл әлемде бәрі өлгісі келетіндей. Не саңырауқұлақтар патшалығы, не гориллалар. Бұл раллиде мүмкіндігінше қауіпті және жарайды. Бұл конг шебер жүргізеді. Бірақ егер біреу бананның қабығын лақтырып тастаса, содан кейін басқа жүргізушілер тайып кетсе, сөзбе-сөз мағынада өледі ғой. Жарайды, кетпейді. Бұл сүлгі тіпті Марионы ұстап тұру үшін жеткіліксіз. Көлік жайлы айтпағанда. Канон бойынша Марио қарапайым адам, бірақ әр шайқаста өмірмен үлеспейтін зақымдарға төтеп береді. Және ол бір тамшы қан төкпеді. Бұл әлемде бірде-бір мысық болмаған. Бірақ соған қарамастан барлық халықтар оны қандай жануар екенін біледі. Нам понадобятся карты. Конгтардың іштен жанатын қозғалтқыштар бар. Бірақ Пич мен оның халқы әлі де жаяу саяхаттайды. Бірақ Пичтің көлігі болмаса да, неге ол мотоциклді айдауды біледі? Они взяли курс на тайный портал. Думают сделать мне сюрприз. Что ж, я отвечу им тем же. Это ловушка! Баузер конгтарының қайда баратын біле отырып, көпірді қиратқанның орнына қандай да бір себептермен тең жағдайда күресу үшін жарыс ұйымдастырды. Мұндай машиналар гравитация күшінде басқарылады. Сонда олар неге ұшатын машиналар жасамайды? Неліктен олар жерде жүруі керек? Синий панцирь! Көк панцирь ең бірінші жарушыға ұшады. Мұнда сіз бірінші Ханшайым екенін көре аласыз. Боузер идет сюда! Ханшайым оның қонған жерінде оның адамдар болмайтынын білді. Егер мұнда біреу болса, қызықты болар еді.
Ол негізінен санроқлақтардың қауіпсіздігі туралы ойланбастан қамалдың айналасында жүрді және өз халқын ойламағанын көрініп тұр. Тот табаны түсіріп алды. Келесі кадрда таба жоқ. Медленно сгинуть в утробе угря рядом с идиотом. Үлкен балықтың ішінде жарқын жарық бар, әсіресе артқы жағында. Бүкіл стадион жарықтандырылған сияқты. Кемпір қосақтың сынықтары соншалықты жарқын болу үшін жеткіліксіз. Бұл ғаламда 10 килодан тұратын үлкен монеталарды пайдаланады. Мұндай валютаны қандай данышпан ойлап тапқан? Марио бұл санроқлақтың жоғары секіруге мүмкіндік беретінін алдын ала білген. Менің есімде ол мұндай санроқлақты әлі кездестірмеген. Торпеда қалағанда тоқтайды және бұрылады. Яғни оның гравитациялық манипуляция технологиясы да бар. Сонда оның артындағы қозғалқышы не үшін қажет? Егер гравитация оның жылдамдығынан тез тоқтаса. Опять грибы! Маған бір қызығы Марио осы құбырдан келді ғой. Яғни ол әдейі өзінің туған қаласына торпеда жібергісі келді. Оны мойындамағандардың бәрін жарып жібергісі келді ме сонда? Жарайды. Теорияда кейіпкердің логикалық дамуы бар. Ол жауызға айналса, мақтауға тұрарлық болушы еді. Звезду захотел, а ведь я уже почти обрел счастье! Баузер жұлдызды пайдалануы мүмкін еді, бірақ оны қараусыз қалдыруды шешті. Ты испортил мне свадьбу! Марио сенің тойынды бұзбады, оны бұзған пич болды, ал сен бақытты таппадың, ол сенен 2 рет бас тартты. Как страдал я! Нью-Йорктың ортасында адамдар немесе көліктер мүлдем жоқ, қалыпты жағдай ма? Оның үстіне жақында ғана жарылыс болды. Ол бірнеше жүз адамның өмірін қиды. Жедел жәрдемде, полицияда жоқ. Байқасаңыздар, Луиджи ана жерде болмаған. Ағайындылар алғаш рет белгісіз затты қабылдады, бірақ екеуі де халықбастердің соққысына төтеп беретініне сенімді. Ешкім оны жұтуға мәжбүрлеген жоқ, оны түкіруге болатын еді, ал мультфильмнің канонына сәйкес көк санроқлақты жұтқанда кейіпкер жарқырауы тиіс. Марио мен Конгтың шайқасындағыдай, бірақ Баузер жарқыраған жоқ. Мои герои! Ты такой молодец! Спасибо, папа. Бұл Elimination барлық мультфильмдердің ең жаман соны, неліктен олардың ата-аналары олармен мақтанады. Бұл халықаралық масштабтағы лаңкестік әрекет. Олардың балалары кейбір белгісіз заттарды қабылдады. Барлық адамдар не болып жатқан 100% білді. Мультфильм өте нашар, мағынасы жоқ. Кейіпкерлер бірдене істеу үшін бірдене жасайды. Әлем ойластырылмаған, персонаждардың дизайны дұрыс салынбаған. Мультфильм тіпті Elimination бойынша нашар. Адамдар бұл мультфильмді байсалды тұлғалармен қалай жасағанын елестете алмаймын. Бұл мультфильм тек бұрынғы ойын үшін сондай мәртебеге ие. Былай алып қарасан өте нашар бәрі жасалған. Егер мен осындай картинаның режиссері болсам, қатты ұялатын едім. Мен даже шығармаушы едім ондай мультфильмді.